Сәлеметсің бе? Бүгінгі кезекті химия сабағына қош келдің. Сабағымызды бастамас бұрын мына суретке назар аударыңыз. Бірінші суретте көріп отырғаныңыз ауа. Сіз осыған дейін жаратылыстану сабағында ауа құрамында кездесетін газдармен таныс болған боларсыз. Суретте белгіленген таңбалар, яғни ауаның құрамында кездесетін газдар. Олар оттек газы, сутек газы, көмірқышқыл газы, азот. Екінші суретте оттегі газы. Оттегі молекуласы немесе оттек газы оттектің екі атомынан тұрады. Үшінші суретке мән берейік, яғни мұнай өндірісі. Біз білеміз, мұнайдан керосин аламыз, бензин аламыз, мазут алынады. Ал енді төртінші сурет бойынша не айта аламыз? Бұл жерде алюминийдің таңбасы белгіленіп тұр. Алюминийден түрлі ыдыс-аяқтар жасалады екен. Сонымен қатар суретке мән беретін болсақ, мұнда автобустың, пойыздың, машинаның суреті де салынған. Себебі неге деп ойлайсыз? Дұрыс, себебі алюминий, яғни машина өндірісінде де қолданылады екен. Енді сізге сұрақ. Мына сурет бойынша бірінші суреттегі ауа бұл таза зат деп ойлайсыз ба? Жоқ әлде ауаның құрамында түрлі газдар кездесетін болғандықтан ауа газдар қоспасы ма? Екінші сурет бойынша тек оттек газы белгіленген. Оттек газы бұл таза зат па, жоқ әлде қоспа болып табыла ма? Сол сияқты мұнай және алюминий. Демек, бірінші суретте бұл бізде қоспа болып табылады, газдардың қоспасы. Екінші суретте таза зат, яғни оттек молекуласы, оттек газы таза зат болып табылады. Үшіншісінде мұнай, бұл бізде қоспа және алюминий. Алюминий өндірісте басқа металдармен қоспа түрінде қолданылады. Сонымен байқағаныңыздай, бүгінгі сабағымыз таза зат, қоспа туралы болмақ. Сабақтың тақырыбы элемент, қоспа және қосылыс, бірінші зертханалық тәжірибе, заттар қоспалары мен олардың қосылыстарын салыстыру. Сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Бүгінгі сабақта сіз элемент, жай зат, таза зат және қоспа ұғымдарымен танысасыз. Таза заттар атомдарының немесе молекулалардың бір түрінен түзілетінін білесіз. Және элемент, қоспа, қосылыс түсініктерін ажырата алатын боласыз. Элемент дегеніміз не? Жалпы химиялық элемент деген ұғымды түсіну үшін біз әуелі атом, молекула деген ұғыммен таныс болуымыз қажет. Атом деп отырғанымыз химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек. Атомдар бірігіп молекула құрайды. Слайдтағы суреттерге мән беріп қараңыз. Бірінші суретте көк және жасыл түсті шарды байқап тұрсыз. Әрбір шарды атом деп қабылдаңыз. Демек, бір түспен боялған, яғни көк түспен боялған шарымыз бұл бізде бір атом болса, екі көк түсті шарымыз екі атом. Атомдар бірігіп молекуланы құрайды. Демек, көк түспен боялған екі түрлі молекула және жасыл түспен боялған бір молекула нәтижесінде судың молекуласы түзіледі екен. Су молекуласы екінші және үшінші суретте белгіленген. Химиялық элементтер ядродағы зарядтары бірдей болып келетін атомдар тобы. Табиғатта кездесетін барлық жай және күрделі заттар химиялық элементтерден түзіледі. Табиғатта кездесетін заттар жеке элементтерден құралады деген түсінік өте ерте заманда пайда болған. Демек, химиялық элементіміз біздің бұл жерде оттегі, сутегі элементтері. H және O деген таңбамен белгіленіп тұр. Ал енді H2O бұл бізде екі түрлі элемент атомдарынан құралған күрделі зат болып табылады. Жай затымыз біздің бұл оттегі немесе сутегі атомдары, ал күрделі затымыз біздің су молекуласы. Таза зат және қоспа. Физикалық қасиеті тұрақты заттар таза зат деп аталады. Таза заттар бір ғана заттың бөлшектерінен тұрады екен. Ал енді қоспа дегеніміз екі немесе одан да көп заттардан құралады. Табиғатта және күнделікті өмірде заттар таза түрінде мүлдем кездеспейді десек те болады. Көптеген жағдайда адамдар заттардың қоспасын қолданады. Мысал ретінде, құбырдағы суға тәжірибе жасау арқылы көз жеткізуге болады. Құбыр суының бірнеше тамшысын заттық шыныға тамызамыз және оны оттың жалынында ұстаймыз. Білеміз, су қайнаған кезде ол буға айналып ұшып кетеді. Алайда, мына берілген сурет бойынша
Біз заттық шыныда бір заттардың қалғанын байқап тұрмыз. Бұл нені білдіреді? Демек, құбырдағы судың өзі қоспа болып табылады. Ол судың құрамында басқа да тұздардың бар дегені. Сонда қоспа деп отырғанымыз өзара араласқан екі және одан да көп заттар. Қоспаның қатты, сұйық және газ тәрізді түрлері болады екен. Таза зат және қоспаның не екенін түсінсек, енді қосылыс дегеніміз не? Химиялық қосылыстар бір немесе бірнеше элемент атомдарының химиялық байланысу нәтижесінде құралған заттар. Химиялық қосылыстар химиялық реакциялар көмегімен алынады. Химиялық қосылыстардың сандық және сапалық құрамы тұрақты болады. Таза зат, қоспа және қосылысты ажырата білу үшін мына төмендегі суретке мән беріңіз. Бізге темір және күкірттің үгінділері берілген. Әрқайсысын жеке алатын болсақ, бұлар таза зат болып табылады. Ал енді сол күкірт пен темірдің үгінділерін қарапайым араластыратын болсақ, онда түзілген зат бұл бізде қоспа болып табылады. Ал егерде күкіртті де және темірді химиялық реакция түрінде қыздыру арқылы әрекеттестіретін болсақ, онда түзілген затымыз біздің ол қосылыс болып табылады. Демек, мүлде басқа зат, темір сульфиді түзіледі екен. Қоспа және қосылысты нақты ажырата білу үшін мен сізге тағы да бейне материалды ұсынғым келіп отыр. Өзіңіз көргендей, бұл жерде күкірттің және темірдің қоспасы берілген. Қоспаның құрамындағы темірді магнитті пайдалану арқылы бөліп алуға болатынын байқап отырсыз. Ал енді алдыңғы слайдтағы темір сульфидінің құрамынан темірді магнит арқылы бөліп алуға болмайды. Яғни ол сапалық және сандық құрамы тұрақты, мүлдем басқа зат, демек қосылыс болып табылады. Бұл бейне материалдан темір мен күкірттің қосылысы темір 2 сульфидінің түзілуін байқайсыздар. Сынауыққа күкірт пен темірдің үгінділерін салып, оны спирт шамында ұстаймыз. Қыздыру нәтижесінде күкірттің үгінділері ерей бастайды. Сөйтіп темірмен реакцияға түседі. Жылу, жарық бөліне бастайды. Нәтижесінде сынауықтың түбінде темір 2 сульфиді түзіледі. Бүгінгі тақырыпты қалай түсінгенімізді бағалау үшін мына зертханалық жұмысты жасауыңыз керек. Жаңа көрсетілген 2 бейне материалды пайдаланып, бастапқы слайдтағы суреттерді еске түсіріп, мына кестені толықтыруыңызды сұраймын. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыз.